Түрлі түсті қарындаштармен алма. Алманы тура қағаз ортасына бейнелейміз. Жарық жерлерін қарындашпен салуды ұмытпаймыз. Бірінші сары түстен бастап толық композицияны бояймыз. Сары түстермен бояп болған соң бізге қызғылт түспен штрих арқылы алманы көрсетуіміз керек болады. Суретке қанық қызыл түсті алып, штрихпен пішінін шығарамыз. Келесі алманы дәл осы техника арқылы бояймыз. Жапырақтарында бірінші кезекте сары түспен толық бояп шыққаннан кейін бізге ашық жасылмен штрихтап, қою қанық жасыл түстермен көлеңке жерлерін көрсетеді. Композиция толық аяқталғанда алмадан түскен көлеңкені сары және қара түс арқылы штрихтаймыз. Суретіміз толығымен дайын болды. Менімен болғандарыңызға рахмет. Тез әрі оңай сурет салғыңыз келсе, маған тіркеліп, лүпіл мен қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар.